Қаламызда жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаладағы 2347 шақырымды құрайтын жолдарға зерделеу жұмыстары жүргізілді. Олармен анықталған кемшіліктер бойынша тиісті орындарға 1100 нұсқама берілді. Сонымен қатар Шымкент қаласы полиция департаменті, әкімшілік полиция басқармасы, жол техникалық инспекция бөлімінің қызметкерлері жолдар мен жол желілердің жай күйіне күздік кешендік тексеру жұмыстарын жүргізуде. Тексерудің нәтижесімен жолдарды күтіп ұстауға жауапты 105 заңды тұлғаларға қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылды. Оның ішінде 13 лауазым тұлғаға әкімшілік құқық бұзу туралы кодекстің 462, 630, 631, 632 баптарының талаптарын бұзғандары бойынша әкімшілік шара көрілді. Қазір таңда қаламыздағы магистрал жолдарға, яғни Дулати, Қазбек би, Алматы тас жолы, Желтоқсан, Адырбек, Тәукехан даңғылы және 13 ішкі орам көшелеріне орташа жөндеу жұмыстары басталды. Және жол инфрақұрылымды дамыту мақсатында Мұхаммед Қонаев даңғылы, Өтеген көшелерінің жалғастарының құрылыстары жол жүрісі қауіпсіздігін алдын алу мақсатында Қазақстан Республикасы 2607 стандартының талаптарына сәйкестігі келісіліп, және олардың жұмыстары күнделікті тексеру жүргізілуде. Құрметті қала тұрғындары, жолда жүру кезінде жол жүрісі қағидаларын қатаң сақтауларыңызды сұраймыз.